В общем-то, достар, мынау Rescued деген channel. В общем, мынау бала күшті қылып летсплей түсіреді, прохождениялар. Осы бала слишком годы түсіреді, чтобы проходить мимо деген сияқты. Давайте осы балаға 2000 подписчикке дейін жеткізіп тастайық. Как всегда, мен прикольчиктен келдім деп комментарийна жазып жіберіңдер. Ал осы видео өзіме-өзі басталады. Өмір болды болмадыдан тұрады. Өйткені, егер ол зат болмаса, сенің осы өмірге келер ме едің? Сәлем, достар. Шешең аман болсын. Отец. Кірлері көрініп тұр. Нома? Сәлем. Барлы әлем прикольшін, сәлем, достар. Бүгін болды болмады деген типа сұрақ-жауап сияқты рубрика, да? В общем, мен сендердің болды болмады деген сұрақтарымды алдым. Егер сендерге қызық болса, видеомызды бастайық. Ұйықтап жатып, бір жерден түсіп кеткендей сезім болды ма? Көп болады. Ақша тауып алған кезің болды ма? В общем, бар ғой, мен алдында баяғыда деген... В общем, мен баяғыда бірінші класс оқып жүрген кезде бір досым даладан 1000 теңге тауып алды. Ой, блин, 1000 теңге тауып өзіне заттар сатып алады. Сосын жүріп отырғанда менің аяғым астына 2000 теңге кіріп қалды. Ё-майы, сол кезде қандай сезімде болдым шеш. Бірақ сол ақшаны сразу құрттым ғой. 2000 теңге алған кезде мен сразу достарыма көрсеттім ғой. Міне 2000 теңге тауып алдым. Сосын соған не алдық деп ойлайсыңдар? Целый киндер сюрприз. Сосын 100 сағызды шайнап отырдық аузымызға. Сен чорт екенді ата-анаң біле ма? Сен шкафта тыштың ба? Топ-соп, болды деген болды, болмады деген рубрика. Мұны олар сол қойып кеткеніңіз? Түрік сериалын көрген кезің болды ма? Түрік сериалда қарадым. Осыраған кез болды ма? Сендер қуасыңдар ма? Мен осырат деп ойлап жүрсіңдер ме? Сендер вообще. Мен осым. Келесі сұрақ. Темекі тартқан кезің болды ма? Не дейді? Қыз бетіне сүйген кез болды ма? Иә, еще как. Қараңғыда біреу қорқытқанды айқайлап жүрген. Қараңғыда біреу қорқытқанды. Біреу айқайлап жүрген кез. В общем, солай ғой, айқайлап жүргенде. Болды ма? Блин, осы фонарьтен ештен көре алмайсың. Қап-қара мияқтар вообще. Мектепке ақша апармаған кезің болды ма? Сен туалетке шыққан кезің болды ма? Мен осындай сұрақтарға көп ойланамын. Кейде біздің әлемде неге ученыйлар аз деп ойлаймын. Сол сұрақтарға көп күн жауаптарын іздеймін. Енді жауабымды қабыл алыңыздар. Я болдым. Сен жалғыз өзің бір күн үйде болдың ба? Еще как болдым. Еще бар ғой, телевизорде бір ужастик қарайыншы деп қарадым да. Блин, осының барын бекер қарадым оға. Одан да Маша Медведь қарау керек еді. Мама. О, мұнау мистер Прикольчик деп фотоға түскен кез болды ма? Алай рет қасыма адамдар жақтып, адамдар дегенде құттай олдар, сосын мен жастағы балдар, примерно. Достар, осымен видео аяқталды. Сендерге осы видео ұнаса, лайк басыңдар, каналға тіркеліңдер. Егер тіркелмесеңдер, үй жағыма кеттім. Жеттім. Сендердің көмегімен көрілмей жап жауызды. Жеттім. Жазмаң yaptı gidek. Жеттім. Жазмаң yaptı gidek. 10.000-ға жеттім. Пичу-пичу-па, 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 бох-бах-ту-ту-та.